Армысыздар достар, менің есімім Нұрбол Өнерхан, азаматтық белсендімін. Бүгін Марат Жыланбаев ағамыз жайлы пресс-конференция өтті. Онда құқық қорғаушылар, Бақытжан Төреғожина, Алға Қазақстан оппозициялық партиясының жетекшісі Марат Жыланбаев ағамыз жайлы толық ақпарат берді. Қазіргі күнде ол кісінің денсаулығына үлкен қауіп төніп тұр. Анализдері нашар шыққан. Сондықтан тез арада бүкіл ел болып ол кісіні босатуды талап ету керек. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы деңгейінде Марат Жыланбаев ағамыз босатуды талап еткен үндеу жасалды билікке. Біз Арон Атабек ағамыздың жағдайын білеміз, немен аяқталған. Дулат Ағаділ ағамыздың жағдайын білеміз, немен аяқталған. Бұның барлығы миллиондаған азаматтың үнсіздігімен орын алған. Жалпы біз диктаторлық жүйеде осы үнсіздіктің себебінен диктаторлық жүйеде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан егер Марат Жыланбаев ағамызға бір жағдай болатын болса, ал қазіргі денсаулығы сондай жағдайда өте қауіпті, кез келген уақытта денсаулығы нашарлап кетуі мүмкін. Сондықтан осы үнсіз қалған миллиондаған азаматтың барлығы кінәлі болады. Яғни Назарбаев пен Тоқаев диктаторлық жүйе ғана емес, үнсіз қалғанның барлығы кінәлі болады. Сондықтан осыған жауапты түрде қараңыздар. Марат Жыланбаев ағамыз босатуды талап етіңіздер. Адвокаттарына түрмеден босатып алу үшін оған үлкен жұмыстар керек. Соған қаржылай қолдау жасаңыздар. Марат Жыланбаев ағамызға бостандық.